Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі ой пікірім Каришев Мақсат туралы. Каришев Мақсатты мен өзім студент кезінен танимын. Студент кезінен білетін болсақ, өте намысқой жігіт, білімге құштарлығы өте жоғары болған. Сол қасиеттері мұғалім болып жұмыс істеп жүргеннен бері өзгермеген. Осыдан бірнеше жыл бұрын Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университетінде кездесіп қалғанымыз уақытта, ол кезде оқушылардың олимпиадасы болып жатып, сонда өзінің оқушыларын алып келіп, республикалық олимпиадаға 1-2 жыл ма, 3 жылдың ішінде ма дайындаған оқушылары келіп, жүлделі орындауға таласып жатты. Сол уақытта көргендігім Мақсаттың еш өзгермегендігін байқадым. Және де Семей қаласына келіп жүрген уақыттағы университетке, педагогикалық институтқа келіп жүрген уақыттағы өзінің студенттерін Аманов атындағы аймақтық олимпиадаға алып келіп жүрді. Сол уақытта да Мақсаттың қандай мінез-құлқы бар, өзінің оқушыларына сондай мінез-құлқын қалыптастырып, сондай білім деңгейін қалыптастырып жүргендігін байқадық. Қазіргі уақытта Мақсаттың еңбек істеп жатқан еңбегіне жеміс тілейміз. Үлкен белестерден көрмекке сенімдімін.